Қалайсыздар ағайын? Ал бұйырса 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны аяқталды. Бұл жарыстың басты мақсаты көшпенді халықтардың, соның ішінде түркі халықтардың басын біріктіру еді. Бірақ немен аяқталды бұл жарыс? Жарыстың бірінші күнінде Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев қолды бір сілтетті, көшпенділер ойыннан кетіп қалды. Үндемей, түндемей. Екінші жағдай, көкпардан финалда ең жақын, ең туысқан көрші халықтар қазақ пен қырғыз бір-бірінің жағасынан ұстап, көкпардың финалы төбелеспен аяқталды. Енді көрмегеніміз Қазақстан болсын, Қазақстанның төрешілерінде, Қазақстанның спортсмендерінде ешқандай да ұят жоқ деп мойнына медаль таққысы келмеген қырғыздың көкпаршылары ренжіп кетіп қалды. Және де ең масқарасы бүгін болды. Келесі көшпенділер ойынды Өзбекстан өткізу керек болатын. Бірақ Өзбекстан бұл көшпенділер ойыны бақталасқа айналып кетті. Бұл көшпенділер ойыны бекерден бекер ақша шашуға айналып кетті деп, ендігі көшпенді ойындыларды біз өткізбейміз деп Өзбектің делегациясы бас тартты. Ағайын, сонда біз қалай болып кетті? Біз қайдағы Тұран одағы туралы айтамыз. Біз қайдағы түркі халықтарының басын біріктіру туралы айтамыз. Ағайын, біз даже ең қарапайым спортта түркілер бір-біріне әділетті төрешілік жүргізіп, жеңіліп қалса бір-біріне ренжімей, спорттың өзінде бір-біріне төбелеспей, біреу жеңсе жеңіліп қалғаны бауырым жеңді ғой, өзімнің көршім жеңді ғой деп бір-біріміз үшін қуана да алмаймыз. Сондықтан да ағайын, мына 5-ші көшпенділер ойынына қарап, мен түркі халықтарының арасында бірлік болатынына, Тұран одағы болатынына күмәнмен қарай бастадым. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Тұран одағының пайда болуы мүмкін бе, егер біз қарапайым спортта бір-біріміздің жеңісімізге қуана алмасақ? Комментарийға жаза кетіңіздер. Көкпар болды деп жатыр. Біреулер өтірік болды, қазақтарға подсудка жасап жіберді деп жатыр. Сондай болды ма? Сіздердің ойларыңызша қалай болды жалпы? Негізі шынайы болған дұрыс қой ойын. Жақсы ойын, аябай жақсы өтті. Спорт деген спорт, бирөө ұтады, бирөө ұтылады. Эми бұл жерде барын эле күнөөгө берген негизи болбойт да. Судьядан бираз кетти го деп каталыктар кетти бираз. Себеби жана бири-бирге чыкканда мындай экөөнү бир кое берип туруп свистка бербей атты. Андан кийин удаление берди. Удаление 2 минутта берип салды тиги Кыргызстандын бир оюнчусуна. Ал жерде 2 оюнчуга тең бериш керек болчу удаленияны. Ошол. Кичкене сонда подсудка болду, Эми бираз болду, эми болбой койбойт го мындай жерде. Оюн деген оюн. Барекелди, көп рахмет. Жақсы ойын, жақсы болды. Ма, ұлттық ойындар жасай берсін. 2 жылдан кейін Қырғызстанда болады деп жатыр осы. Жалпы көшпенділер ойындары 2 жылдан кейін солай шешілді деп жатыр. Қырғызстан ұйымдастырады деп жатыр. Көкпар өнүгө берсин, көкпар өнүгө берсин. Рахмет сіздерге. Қазақ деп айтайын десең, өзіңе тиет, айтпайын десең, өзенің өртеніп ішің күйет. Қазақтар, сендер мықты аттың бәрін шетелге саттыңдар. Мықты жігіттерді аттыңдар, қала бір түрмеге жаптыңдар. Содан не таптыңдар? Омар да таппадыңдар, Қаям да таппадыңдар. Мына қырғыздармен болған бүгінгі көкпар ойынында шеңберге тастауда бірінші ойында түске дейін озбырлықпен жеңдіңдер. Түстен кейін қазандыққа тастау ойынында хер болып жеңілдіңдер өз жерлеріңде. Не бір дұрыс аттарың жоқ. Іштеріңде ойнап жүрген 1-2 жігіт жыл бойы ұзборда жаттыққан жігіттер қайда? Соларды неге шығармадыңдар? Бұлат сыбатпен әркім өзінің братчикісін, танысын, тамырын шығарды. Не болды айналғанда? 10-да 4 болды. Қырғыз бауырлар әлеуметтік желіде өздерінің өкпен наразылығын білдіріп жатыр. Біздерді қазақтар қысты өзінің қазыларын қойды деп, сырттан қазы қоймады деп. Орынды реніштері бар. Біздің қазылар баяғыдан сондай, бәрі продажный.
айтысында да, көкпарында да Серік Қалиев Мақұлбекұлы ағамыз Алла оқысын, рахымын алсын, жатқан жері жарық болсын, ел аралық айтыста Талдықорғанда өтетін. Сол кісі айтып еді, осы қазақ қырғыздың ақындарын айтыстырып меніңше керек емес деп. Екі елді жақындатудың орнына екі елді алыстап жатқандай көрінеді деп. Айтыста бір-біріне тіл тигізеді, неше түрлі әңгіме айтылады. Мына көкпар ойынында да тура солай неше жыл болды. Көкпар айқай шумен өтеді, артынан бітпейтін әңгіме, дау-дамай, екі ел бір-бірін жамандау, тура сондай болып жатыр қазір бар ғой. Бүйткені айтыстың да, көкпардың да керек емес. Әркім өзінің елінде өткізсін, өзінің елінде ойнасын. Қырғызстан жағында әділетті болады айтыстары. Біз жақта әділеттілік жоқ қой. Ол жақта қазылар халықтан қорқады, біз жақта қазылардан қорқады. Қырғыз бауырлар, сіздерден өз атымнан мен кешірім сұраймын. Кешіріп қойыңыздар бауырлар, сіздерге қиянат болған болса. Бұрын бір екі-үш ақындарыңызбен айтыстым, сол айтыста мен кейбір тілім тиіп кеткен жерлерім болса, кешіріп қойыңыздар. Тағы да сіздер мықтысыздар, біздер де мықты едік бір кезде. Біздердің бірақ қазір мынау әділетсіз, жемқор жүйе, билік құртты ғой біздерді. Біздер қазақтар сондай болып қалдық, өкінішке орай. Бірақ еңсеміз тіктелейтін шығар енді. Алды арты бұл емес, амандықта болыңыздар, саушылықта болыңыздар, көңілдеріңізге алмаңыздар. Астанада өтіп жатқан дүниежүзілік көшпенділер ойынына қатысты соның басынан бастап мен қандай бір абыройлы сезімде болдым. Біздің еліміз керемет шоу ұйымдастырды. Керемет әр елдің өкілдері келіп, астанамызға тамсанып, қонақжайлылығымызды көріп, біраз біздің мәдениетімізбен танысып, бізге қаншалықты ризалығын көрсетіп жатты. Оның ішінде әрине өзіміздің қырғыз, өзбек бауырларымыздың да біраз азаматтардың жақсы пікірлерін тыңдап, өз басым қуанышты едім. Дәл қазір қарап отырсам, көкпардың соңғы финалында қырғыз бауырларымыз бен қазақтар қырылып қалыпты. Сол жердегі әңгіме мынау төреші әділетсіздік жасады, мынау біздің ойыншы жақындаған кезде ысқырық шалды, қырғыздар келген кезде ойынды тоқтатты деген сияқты біраз пікірлер айтылуда. Өте өкінішті жеке менің ойымша. Шын мәнінде осындай әлемдік деңгейде осындай ойындар өткізіп жатқан біздің елдегі азаматтарымыз сол баяғы совет үкіметінің қалып кеткен көрпені өзіне тарту деген сияқты мәселелерін шетке ығыстырып қойып, осындай жағдайда әділеттілік пен шындықты, бауырмашылық пен қонақжайлылықты, төрешілердің шындығын, әділдігін, халқымыздың, өзіміздің бауырлас елдерге деген құрметі мен сый-сияпатын көрсететін жерде қайдағы бір болмайтын бір медаль үшін жаңағы өтірік бірдеңелер жасап жатыр деген шынын айтсам өте қынжылтады. Әрине ондай емес деп ойлаймын. Десе де 21 ғасыр ғой, қаншалықты камера бар жан-жақтан түсіріп отырған. Барлығын тексеру керек, көрсету керек жеке менің ойымша. Сөйту керекті, шын мәнінде қырғыздар жеңген болса, олардың жаңағы медальдарын беріп, төрелі орынға қоюға міндеттіміз деп есептеймін. Мынау жұлып жеу, жаман бір болмайтын осындай бір сәттерде өзінің жағына тартып кету деген мына совет үкіметінен қалып кеткен мына қырғыздар болсын, өзбектер болсын, қазағымыз болсын, қай-қайсымызды да реті келген кезде кемісту деген бір жаман бір адами, қазақы емес қасиеттерден айырылып, осындай сәттерде әлемдік деңгейде бір керемет білімділіктің, даналықтың, парасаттылықтың үлгісін көрсетіп, егер де төреші қателескен болатын болса, сол қателікті түзулеп, қырғыз бауырларымызға қошаметпен өз орнын қайтарып беруге шақырар едім. Егер де ондай болмаған болса, шын мәнінде біздің азаматтар, біздің көкпаршылар жеңген болса, демек дәлелдеп, ол кісілерге көрсетіп беру керекпіз. Себебі біздің елден кеткен азаматтар соншама жақсы пікірді айта отырып, осынша таңғалып, тамсанып, біздің жетістігіміз үшін олар қуанып, олардың жетістігі үшін біз қуанып, кешегі олимпиадада қаншалықты өзбек бауырларымыздың, қырғыз бауырларымыздың жетістіктері үшін біздер қуанып, олар біздік үшін қуанып жатқан кезде болмайтын бір ойынның үстінде сонша абыройды айрандай төгу менің ойымша барып тұрған надандық. Шын мәнінде егер қателік бізден болатын болса, мойындау керек деп есептеймін. Егер де ондай болмаса, дәлелдеп беру керекпіз.
Бұнымен жаңағы көшпенділер ойыны аяқталып қалмайды. Құдай қаласа басқа да болады. Ол кезде біз Қырғызстанға барғанда, Өзбекстанға барған кезде оларды дәл өстетін болса, онда біздің қандай бауырмашылығымыз, онда біз қандай үлгі берген боламыз, онда біз кім болғанымыз. Сол туралы бір сәт ойланайық, құрметті ағайын. Жалпы мінез болмаса спорт деген қызық емес қой. Бүгінгі мына дүние жүзі көшпенділер ойындағы көкпар сұмдық болды шынымен. Алғашқы салымды біздің жігіттер салды қазақтар. 1-0. Одан соң қырғыз жігіттері қатарынан 3 салым салды. 1-3. Содан соң шу болып біраз үзіліс болды. Не болған хабарларыңыз бар шығар енді, айтпай қояқ. Сол үзіліс бізге жалпы тиімді болды ау деймін. Қайта басталған соң қазекеңдер 3 рет салып 4-3 қылды. Дегенмен 1 минут қалғанда ма қырғыздар есеп теңестірді. 4-4. Сонымен 3-ші тайым басталды да біздің жігіттер серкені қырғыздар жаққа апарып топ еткізді. 5-4. Жеңдік сөйтіп. Делебен қозат жалпы мына көкпар деген заттан. Әділетсіздік болды деп жатқандар бар. Бірақ ол жөнде ештеңе айта алмаймын. Жалпы арнайы салам болмағасын ережесіне хабарым шамалы. Бірақ нағыз ерлердің ойын екеніне көзім жетті. Көкбөрісін де шет жағасын көріп қалдым тікелей эфирден. Шыны керек, қырғыздар класс көрсетті. Қазандыққа серкемен қоса баспен секіріп түсіп жатырды. Ішінде аунап тұрып. Аттар да керемет. Командаға жұмыс істеу жолға қойылған. Біздікілер және жалпы шәшіліп жүр. Деңгейі бір бас жоғары екен бізден. Оны мойындау керек. Дегенмен арт жағында жаға жыртысу, қамшыласу болып кетті. Бұл дұрыс емес әрине. Егер мына көшпенділер ойынның әлемдік деңгейге шығуын қаласақ, ішіндегі көкпар, жамбату, аударыспақ сынды дүниелердің біздің ойын тек біз жеңуіміз керек деген түсініктен барынша айырылуымыз керек. Егер бұл ойындар өз ауламызда ғана болатын болса, Қазақстанда, Қырғызстанның арасында ғана бәсекелестік. Вот сегодня завершилась игра по Кокпар и Гукпөрү. Основной состав Кыргызстана, вот Кыргызстан и Казахстан играл в финале. И основной состав по Кокбөрү вообще Кыргызстана играл в Кокпар. И объясню для тех, кто вообще смотрит только итоги. Я так понимаю, игру не смотрели, потому что те люди, которые смотрели игру, они очевидно поняли, что происходит, те, кто разбираются. А блогеры, псевдоблогеры, которые просто поздравляют, говорят, вот вы просто посмотрите игру, вы поймите хотя бы фрагменты. Там очень